Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде жаңа бөлім қоршаған орта, окружающая среда. Бірінші сабақ құстар біздің досымыз. Жаңа сөздер: құстар, птицы, оя, гнездо, бутак, ветка, балапан, цыпленок, детеныш. Бірінші тапсырма: тыңда, сұраққа жауап бер. Ұя жасап тақтайдан талға барып байладым. Күтемін мен шаттанған жыл құсының сайрауын. Қастек Баянбай. Өлеңде қай жыл мезгілі туралы айтылған? Какое время года описывается в стихотворении? В этом стихотворении говорится, что он своими руками сделал скворечник и повесил, и будет ждать, когда прилетят птицы. Как вы думаете, какое время года? Біліп ал, көптік мағына: құстар әдемі, балапандар көп. Ребята, обратите внимание, слово «құстар» — это во множественном числе, птицы. Құс — это птица. Значит, тар мы добавили множественное окончание. Также слово «балапандар», корень слова «балапан». Дар — это множественное окончание. Екінші тапсырма: оқы, сұрақтарға жауап бер. Балалар ойнап жүріп құстың ұясын көрді. Дети, играясь, увидели гнездо птицы. Ұяда екі балапан бар екен, в гнезде 2 цыпленка. Балалар балапандарды үйіне әкелді. Дети принесли цыплят домой. Әкесі балаларына: бұл балапандарды ұядан неге алдыңдар? Олардың анасы жоқ, өліп қалады ғой, деді. И тогда отец сказал: почему вы принесли этих цыплят? Они ведь умрут без мамы. Балалар балапандарды ұясына апарып қойды. Дети обратно отнесли цыплят в гнездо. Спандияр Көбеев. Ал енді сұрақтар: балалар нені көрді? Что увидели дети? Балалар құстың ұясын көрді. Екінші сұрақ: ұяда неше балапан бар екен? Сколько цыплят в гнезде? Ұяда 2 балапан бар екен. Үшінші сұрақ: балалар балапандарды қайда әкелді? Куда принесли цыплят? Төртінші сұрақ: әкесі не деді? Что сказал папа? Үшінші тапсырма: сыныптасыңнан сұра. Ағаштың бұтағын сындырған дұрыс па? Правильно ли ломать ветку? Екінші сұрақ: ағаш отырғызған дұрыс па? Правильно ли садить дерево? Үшінші сұрақ: құстарға жем шашқан дұрыс па? Будет ли правильно давать корм птицам? Төртінші сұрақ: құстың ұясын бұзған дұрыс па? Правильно ли разрушать гнездо птицы? Бесінші сұрақ: құстарға ұя салған дұрыс па? Правильно ли делать скворечник птицам? Алтыншы сұрақ: гүлдерге су құйған дұрыс па? Правильно ли поливать цветы? Жетінші сұрақ: орманда қалдық заттар тастаған дұрыс па? Правильно ли оставлять остатки мусор в лесу? Везде отвечаете только «да» или «нет», «я» немесе «жоқ» деп. Төртінші тапсырма: құстардың жақсы қасиеттерін тауып жаз. Мысалы, аққудың жақсы қасиеті әдемілігі. Вы должны закончить предложение, используя нужные слова. Снизу керекті сөздер — это ваши нужные слова. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.